Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода қазақ тілі пәнінен 4-ші тоқсанның 2-ші бөліміне талдау жасап беретін боламын. Сабақты мұқият тыңдап, түсініп орындаймыз. Бөлім Қазақстандағы туризм және экотуризм және де пунктуация бөлімі бойынша тапсырма алынатын болады. Оған берілетін уақыт 15-20 минутты құрайды және де 2 тапсырма бар. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, оның мазмұны бойынша 4 сұрақ құрастырыңыз дейді. Ең алдымен мәтінді мұқият өзіміз оқып аламыз. Одан соң сұрақтар дайындаймыз. Яғни бірінші сұрақ: туристер ағынының көбеюі неге алып келеді? Яғни мәтін бойынша сұрақ құрастыру керек еді. Екінші сұрақ: 2016 жылдың 6 айында Қазақстанға туристік және іскерлік мақсатта қанша мың адам келді? Үшінші: қай елдерден үлкен туристер ағыны келеді деп болжануда? Төртінші: 2016 жылдың қаңтар-маусым аралығында туристік нарықтағы кәсіпорындар қанша табыс тапты? Яғни осы тапсырма бізде 4 сұрақ құрастыру еді. Енді құрастырдық. Келесі екінші тапсырма: мәтін ақпаратын негізге ала отырып, Қазақстанда туризм дамып келеді тақырыбында өз ойыңызды дәлелдей отырып аргументативті эссе жазыңыз дейді. Яғни Қазақстанда туризм дамып келеді деген тақырыпта эссе жазуымыз керек. Мен мысал ретінде бір эссе жаздым. Егер сендерге ұнамаған болса, өздерің жазсаңдар болады. Бұл тек қана мысал келтірген түрі. Оқып беретін болсам: туризм әлемде дамуы жағынан, мына жерде қате кетіп қалыпты. Әлемде даму жағынан дес бермей келе жатқан ауқымды кең сала. Әлемде туризм саласымен ғана дамып, байып, елдің ішкі және сыртқы экономикасын қалыптастырып отырған мемлекеттер де бар. Қазақстандағы туризм саласы енді қарқын алып келе жатқан сала. Географиялық және климаттық жағынан алып қарасақ, Қазақстанның оңтүстік, солтүстік, батыс, шығыс өңірлерінің табиғаты, ауа райы бір-бірінен өзгеше. Бұл Қазақстанда жыл бойы 4 маусымда да туризм шаруашылығын дамытуға аса тиімді. Атап айтқанда, көрінісі көз сүріндіретін Бурабай, Баянауыл, Марқакөл, Қатон-Қарағай, Қарқаралы, Алатау, Хан Тәңірі баурайы сияқты көрінісі әсем өңірлерде, Шарын шатқалы, Сақ қорғаны, Маңғыстау түбегі сияқты ғажайып жерлерде, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Айша бибі, Арыстанбай кесенесі сияқты мәдени тарихи мұралары да, Каспий Балқаш көлі, Алакөл сияқты жағажайдың кереметін сезіндіретін ғажайып сулы алқаптар да көп. Әлемдегі әсем қалалардың қатарында тұратын Нұр-Сұлтан мен Алматы да туристердің арнайы келіп аялдайтын қалалар қатарында. Шыңға шығушыларды, тауға өрмелеушілерді, құмды, шөлді, жаяу немесе велосипедпен серуендеушілерді, шаңғы тебушілерді қарасақ, шаңғы тебушілерді баурауға да Қазақстанның мүмкіндігі мол. Ал мәдениет, салт-дәстүр тұрғысынан қарасақ, қазақ ұлтының бай салт-санасымен, дәстүрімен, ұлттық ойындарымен де саяхатшыларды баурауға болады. Туризм бұл мемлекет жарнамасы. Еліміздің көркем жерлері жетерлік, қазіргі таңда келуші туристер саны жетерлік. Қазақстанда туризм саласының дамып келе жатқаны мені қуантады деп мысал ретінде осылай эссе жазсақ болады. Оқушылар, осымен бүгінгі БЖБ талдау аяқталды. Каналда басқа да пәндердің БЖБ тапсырмалары және ТЖБ тапсырмалары 4-ші тоқсанға арналған шығып жатыр. Кіріп қарасаңдар болады.